Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге Pinduoduo сайтынан қалай заказ беру керек, мен сіздерге соны көрсетемін. Pinduoduo сайтына алғашқы бетіне кірген кезде бізде осындай неше түрлі заттар шығады. Осының арасынан өздеріңіз таңдап, керекті заттарыңызға заказ берсеңіздер болады. Болмаса категория бойынша или поиск бөліміне жазып іздеп қалаған затты алуға болады. Мен өзімнің қызыма осы Mickey Mouse ойыншығына заказ бергім келіп тұр. Осы Mickey Mouse ойыншығының үстін басып кіргенде төменгі жағына өтіп, мұнда 314 деген тұр. 314 осы ойыншықтың комментарий отзывтары бар екен. Осы отзывтарына қарап аламыз. Ойыншықтың сапасы қандай болған, суреттерін ашып қараймыз. Егер де өзіңізге ұнаған зат болса, заказ беруіңізге болады. Осы комментарий бөлімінде жазғандардың барлығын скринға түсіріп, переводқа салып, барлығын оқып білуге болады. Мына жерде ойыншықтың комментарийін қарасам, барлығы жақсы сияқты, өзімнің көңілімнен шықты. Төменгі жағына өткен кезде осындай ойыншықтың түрлері тұр. Қандай түрі бар екен? Мұнда 120, 90, 70, 50 сантиметрлік өзі ұзындық бойымен болады екен. Маған осы 50 сантиметрлігі болады. Екі қызыма өте үлкені қажет емес. Енді осы ойыншыққа заказ беретін боламыз. Мына төмендегі қызыл кнопканы басамыз. Мына жерде бізде осындай жазулар шығып тұр. Әрқайсының үстін басып қараймыз. Міне мұнда әрқайсы әртүрлі ойыншықтар. Міне Розви Mickey Mouse, бір Mickey Mouse деген сияқты. Мынада екі Mickey Mouse ойыншығы бірге. Және мына жерде қанша ұзындықта керек сізге соны таңдаймыз. Маған 50 сантиметр жеткілікті. 50 сантиметр және қызыл жазудағы баға бұл 45 юан деп тұр. Енді осыны калькуляторға салып қараймыз. 45 юан теңгеге шаққанда қанша теңгеге шығатыны. 45-ті көбейтеміз 65-ге. Сонда 2925. Осы екі Mickey Mouse ойыншығы 2925 теңгеге түсіп тұр. Бұл дегеніміз су тегін деген ғой қыздар. 1 юан ол 65 теңгеге шағамыз. Енді осы жерде өзіміздің таңдағанымыз 50 сантиметр. Тағы да астына қызыл жазуды басамыз. Және мына жерде өзіміз енгізетін 6 сан. Бұл карточканы енгізген кезде енгіздік бұл санды ұмыт қалмаймыз деп сол сан жазамыз. Және карта артындағы 3 санды енгіземіз. Осылайша біздің заказымыз қабылданады. Осылай өз загрузка болып осындай бет ашылады. Міне қыздар, заказ берудің ешқандай да қиыншылығы жоқ, барлығы да оп-оңай. Мен 4 затқа заказ бердім, 1 затым оралып дайындалып жатыр. Ал 3 затыма төлем енді жасалынды. Міне менде осындай үйге қажетті, өзіме қажетті заттарыма заказ бердім. Оралып дайындалып жатқан затым, 1 затым міне, бұл да өзімнің затым. Сіздерге тағы да поиск бөліміне өзіміз қалаған затты іздеп заказ беруді көрсетемін. Астындағы домның белгісін басамыз, жоғарыдағы поиск бөлімін басып, өзімізге керекті затты іздейміз. Кез келген затты. Мен воздушный шар деп іздедім. Өзім қыздарыма шар алғым келді. Осындай неше түрлі шарлар шықты. Өздеріңіз кез келген қалаған шарға заказ беруге болады. Туған күнге арнап та мен қызым мұнда қоян шар деп осы шарды өзі таңдап алды. Мұнда ішінде ұзын шарлар да бар екен. Комментарий бөліміне өтеміз. Ол жақтағы сатып алған клиенттердің отзывтарын қараймыз. Сатып алған клиенттердің отзывтары жақсы. Мұнда ішінде ұзын шарларымен неше түрлі гүл, күшік, балдарымызға сондай неше түрлі нәрсе істеп беруге және олардың да ойын дамытуға арналуға күшті екен. Мұнда 100 штук шар, 16 юан. Мұнда астында неше түрлері бар. Негізі өздеріңізге қажеттіні таңдап алсаңыздар болады. Менде мұнда 100 штук шар, ішінде үрлейтін және ұзын таяқшаларымен бірге 16 юан. Ал мұнда 50 шар, тағы да қасына қосатын заттар аз, 20 шар, 10 шар деп алсаңыздар да болады. Мен осы 100 штук шарды заказ бердім. Астындағы қызыл жазуды басамыз. Тағы да өзіміз ұмытып қалмау үшін қойған 6 санды қоямыз, жазамыз. Және карточканың артындағы 3 санды жазамыз. Осылайша біздің заказымыз қабылданады. Міне біздің заказ қабылданды.
Қыздар, осы видео сіздерге ұнаған болса және де түсінбеген жерлеріңіз болса комментарий бөліміне жазып сұрасаңыздар болады, және де мен каналыма тіркеле кетіңіздер. Осы берген заттарымыздың трек кодын алып Cargo сайтына енгіземіз. Жоғарыда грузовик белгісін басамыз, заттың үстін басып кіреміз ішіне. Тағы да төбеде жасыл жазумен тұрған грузовиктің белгісін басамыз. Бізге осындай бет ашылады. Осы жерде бізде картада көрініп тұр. Ол ашық жасыл болып тұрған біздің магазиніміз заказ берген, ал қанық жасылмен тұрғаным бұл Қытайдағы склад. Міне магазиннен Қытай складына біздің затымыз жетіп тұр. Енді төмендегі бұл біздің трек кодымыз асты сызылып тұрған, қасындағы кнопканы басып, сол трек кодты копировать етіп аламыз. Және Cargo сайтына кіреміз. Мега 555 каргосын пайдаланамын. Затым бір аптаның ішінде тез келеді. Жоғарыдағы плюс кнопкасын басамыз. Ең төбесіне копировать етіп алған трек кодымызды қоямыз. Вставить етіп қойған соң астына бұл біздің қандай затымыз, сол заттың атын жазамыз. Өздеріңіз шатасып кетпес үшін атын толықтырып жазған дұрыс негізі. Міне шар деп жазып қойдым. Мен бұл трек кодты бүгін енгізіп жатырмын. Бұл негізі бұл затым Қытай складына 20 күні жеткен. Мен 3-4 күн өткен соң барып енгізіп жатырмын. Сіздер заказ бере салысымен бірден енгізіп қойсаңыздар да болады. Менің затым Қытай складына қабылданып тұр. Енді осы трек код енгізуді сіздерге қайталап тағы да бір көрсетіп жіберейін. Түсінбеген жерлеріңіз болса, қыздар, мен арнама тіркеліп, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Алда уақытта сіздерге осы Pinduoduo сайтының ешкім білмейтін лайфхактармен бөлісемін. Астындағы тағы Микки Маус ойыншығыма өттім. Тағы да жоғарыдағы грузовик белгісін басамын. Осы жерде міне трек кодым 37191 деп басталып тұрған бұл мен трек кодым. Копировать етіп алдым, қасындағы жазуын басып. Cargo сайтына кіреміз. Осылайша сайтқа кірген соң төбедегі екінші тағы да плюс белгісін басып, трек кодымызды қоямыз. Астына бұл қандай зат, сол затымыздың атын жазамыз. Микки Маус добавитті басқан соң бұл затым да менің Қытай складына жетіп тұр. Міне қыздар, 2 күн алдын жеткен Қытай складына. Мен бірақ бүгін трек кодты енгізіп жатырмын.